Onu түгел басқарып, соған үлгі жетекші болған адам ол Қайым. Қайым аға тек қана абай танушы емес. Қайымның бір қасиеті, ерте тастау қабілеті күшті болатын. Әдемі адам, дәніш болмаған. Талантты інім Қайымға сүйіспеншілік аға көңілмен Мұхтар Әуезов. 31 жыл 6 февраль қалмайды. Абайтану жөнімен шұғылданып жүрді ғой. Сонда маған тапсырма берді. Сен Абайдың шәкірттері, Абайдың әдебиет, ақындық мектебі бар. Соны жаз деп, соның бірін маған түсіндіріп берді ғой. Соны жинап келіп, бұл 39 жыл болатын да, осында қорғадым ғой. Бүгінгідей ұлы күнде әрбір ой толғаған адамға ең алдымен тарих берген табыстарды айту, жаңғырған дүниені атап өту шарт екені даусыз. Оның рухани мұрасын, өлеңдерін, қара сөздерін ешкім сөз алмайды ғой. Совет үкіметінің соңы көзі жетті, бірақ сосын Абайды бейімдеу керек болды өзінің саясатқа. Сол кезде мынау ұстаз бен шәкірт бірігіп отырып, біз Абайды қазір қалай болды, солай қалыппен ұрпаққа жеткізсек, ертең Абай өзі туралы өзі сөйлейді дейді. Осылайша Абайдың тұлғасының, Абайдың шығармашылығының аман жетуіне, толыққанды бұзылмай, бүлінбей жетуіне тікелей еңбек сіңірген адам осы Қайым Мұхамедханов. Диссертация контрреволюционный школа дейтін жоқ, бізде марксизм школа дейтін школа бар. Мұхтардың ойдан шығарып жүргені, Мұхамедхан Мұхтардың құйыршығы, бәлен түген, өзін мақтау үшін тауып алған адамы, мұнда пантүркизм толып тұрған, панисламизм, национализм, құдай сақтасын. Мұхтар өз байлығын жасап жатыр. Мен сөйлеп жатырмын. Біздің сөзді ешкім тыңдамайды. Газет ылғи бізді жамандап, анау ұлтшылдар мойындамай жатыр. Сосын мен апарды жапты түрмеге. Көрмегенім жоқ, әлгі горячий камер дейме, әлгі нешеуді қорлықтың көрсетеді ғой. Мойында Әуезовті айтып бер, сен арам жолға салған сол. Мен оның бәрін айтқам жоқ, мойындағам жоқ. Атылу жазасы, смертный казнь отменяется. Соған байланысты соттағанда сосын бізге 25 жыл түрме берді.
түрмеде жатқанда айтатын сөзі бар ғой. Бала шағаң бар, сен жассың ғой деп айтады қасындағы. Сол кезде айтады, қазақты абайдан айыру қаншалықты қиын екенін мен де сіз де білмейсіз. Бірақ мен сезем, ол өте ауыр болады. Сондықтан ондай үлкен ұлы істің жолында бір адамның итжеккенге айдалып немесе атылып кетуі түк емес дейді. Қазақты абайынан айырсақ, оның артын қандай болатын сіз де білмейсіз. Мен де білмеймін. Бірақ ауыр іс болатын сезем. Қай Мұхамедхановтың сөзі бар, мен бұл нәрсені тіпті әуезовте үшін емес, Абай үшін жасадым. Ал Абай құрса, ұлт құрайды дейді. Сондықтан осындай ұлт үшін, ұстаз үшін деп айту оңай, бірақ соны нақты іспен дәлелдеп көрсеткен Қайым Мұхамедханов. Қайым аға өте әділ адам екен. Парасатты, қарапайым, адамның жанын терең түсінетін. Сонда ерекше қасиеті бар. Азаматтық тұрғыдан алғанда ерекше қазақтың біреу екеніне көзім сонда жеткен. Кейін оның еңбектерімен терең таныстым. Тек қана абай танушы емес, тек қана үлкен ғалым емес, зерттеуші емес, әдебиет танушы емес. Ол ақын екен. Оның ақындығын баяғы гимнен, алғашы қазақ гимнен түсінгенмін. Шәкірттің ұстазға деген құрметі, және ғалымның ғылымға деген құрметі, сол ғылымның ұлтқа қандай қызмет ету керектігін толық сезініп, сол бойында жұмыс жасауы мені ерекше қайран қалдырды. Абайдан кейін Әуезовтен кейін Қайым Мұхамедханов осындай бір жалғасқан ошақтың үш тұлға екенін толық сезіндік те.